Тастай газель айдайсың, түрі такси ұстап кетті, түсінбей жатырмын, пикми және тағы да басқа сөздер түсінбей жатырсыз ба? Бұл қазіргі жастардың бір-бірімен сөйлескенде қолданатын мем сөздері. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Бибі Фатима. Менің жобамның тақырыбы интернеттегі тіл. Ал жобамның тақырыбы интернеттегі қазақ тіліндегі мемдердің және жаргондардың көбеюі. Ал мақсатым қазақша мемдер мен жаргондарды 3 топқа бөліп, оның себептерін анықтау. Бірінші топ ол қазақша мемдер, яғни ол уақытша трендтер. Бірінші бізде жаңа мағына алған төл сөздер, яғни картопты жару, ауыр, жеп қалу, қатаю деген сияқты. Мысалы, картопты жару ол жай ғана картопты екіге бөлу деген мағына. Ал бірақ ол жастардың тілінде мүлдем басқа мағына білдіреді. Ал вирусты фразалар ол тастай газель айдайсың, түрі такси ұстап кетті. Және менің ең жақсы көретін фразаларымның бірі Қайсардың джунглилау, таулау фразасы. Оның мысалға джунгли ол жай ғана орман, бірақ ол жастардың тілінде мүлдем басқа мағына білдіреді. Ал жаһандық трендтердің қазақшалануы, мысалға кринж, сигма, пикмилау және тағы да басқа. Мысалға пикми деген сөз ол өзінің назарын, басқалардың назарын өзіне көп аударғысы келетін адам. Екінші топ бізде эрративтер, яғни түсінбей жатырмын сөзінің фенонимі. Бұл құбылыс сөзді әдейі бұзып, қалай естілсе солай жазу. Мысалы, түсінбей жатырмын, голосовой, жақс, абанс және тағы да басқа. Бұның себебі смартфонда, яғни WhatsAppта уақыт үнемдеу үшін әріптерді жеп қою және жылдам хабарлама жіберу үшін. Ғылыми негізі Ахмет Байтұрсынұлы бекіткен сөздердің естілуі бойынша жазылуы бұл қазақ тілінің феноморфологиялық ерекшелігі. Сондықтан бұл жай ғана қате емес, тілдің заңдылығына сүйенген транслитерация. Үшінші топ ол кірме сөздердің бейімделуі. Яғни біз қазіргі таңда типа, уже, короче деген сияқты сөздерді өте көп қолданамыз. Себебі ол бізге ортада ойды тез жеткізу үшін көмектеседі. Ал бұрынғы кезде мысалға самовар сөзін өздеріне ыңғайлы етіп, самаурын деп өзгертіп алған. Бұл жерде тарихи заңдылық бар. Бұрынғы кезде қазақтар тек қана бір тілді ортада өмір сүрген, тек қана қазақша сөйлейді. Сол үшін олар самовар сөзін өздеріне ыңғайлы етіп алған. Ал қазір біз билингвизм ортада өмір сүреміз, яғни қос тілді ортада. Сол үшін біз ол сөзді қалай бар, солайынан қолданамыз. Қорытындылай келе, жаргондардың көбеюі ол ұзақ мәтіндерді, кітаптарды аз оқып, оның орнына қысқа хабарламаларға көшудің салдары. Негізі бұл әдебиеттегі норма емес, бірақ қазіргі жастардың бір-бірімен интернетте сөйлесетін құралдары. Интернет ол қазақ тілін жоймайды, керісінше кезіндегі араб, парсы тілінен келген кітап және мектеп деген сөздер сияқты біздің тілімізде қалып қоюы мүмкін. Мысалға, кринж сөзі біздің тілімізде қалып қоя ма, оны уақыт және де қоғам шешеді. Менің жобамды тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. джунглилау, таулау, ағаш тау